Бұған сенімдісің бе, Скуталу? Понилердің бұлай істегенін ешқашан естімеппін. Мен де, бірақ Спайк мұны керемет деген. Бір нәрсе көріп тұрсың ба? Ағаш шайыр мен тікендер, бірақ таңба жоқ. Бұ жоспары ма? Иә, қазіргі уақытта зеңбіректі қайдан табуға болатынын білесің бе? Бәрі бекер. Не істесек те айрықша таңбалар пайда болмай жатыр. Есесіне денемізге ағаш шайырын жағып аламыз. Мүмкін қауіпсіздеу іспен айналысуымыз керек шығар. Мысалы, жастық тексеру немесе гүл иіскеу. Бұл қалада айрықша таңбасы бар пони көп. Мүмкін солардан сұрап көрерміз. Бұл ойыңыз өте жақсы екен. Иә, біз осы Понивилиядағы ең мықты пониден бастаймыз. Эпплджек, Рерити. Жа, қойыңдар. Мен ең мықты пони дедім ғой. Оның кім екенін өздерің де білесіңдер. Ол жерден жүйрік, батыл, еш нәрседен қорықпайды. Пинки Пай ма? Жоға, ол Клаузелдегі жарыста бірінші орын алған. Флаттершай? Жоқ, Рэмбоу Дэш. Иә, онда бәрі түсінікті. Әрине. Кеттік, Рэмбоу Дэшті айрықша таңбаны қалай алғанын сұрайық. Иә. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттім. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, шыжырекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Айрықша таңба хикаялары. 23 бөлім. Қане, кері қайтыңдар, кішкентай тентектер. Тентектер? Апылблум! Әпке, айрықша таңбаңыз жайлы айтып беріңізші. Он саған айтпап бедім? Әй, біз мұны Рэмбоу Дэштен сұрамақшы едік қой. Бізге бәрінің көмегі керек. Жарайды. Ол кезде мен кішкентай едім. Сендерден де кіші болатынмын. Мен бүкіл өмірімді фермада өткізгім келмеді. Оранж көке мен тәтем сияқты қалада байғуатты өмір сүрсем деп армандадым. Сол арманмен үлкен қалаға аттандым. Манхэттенге. Ол Эквестриядағы ең үлкен қала болатын. Эй, ауылбай, ұлай тұр! Манхэттенде арманым орындалатына сенімді болдым. Оранж көке, Оранж тәте, осында қалуға рұқсат бергендеріңіз үшін рахмет. Әрине. Өзі қандай сүйкімді? О, оның рас. Уайымдама, көп замай нағыз Манхэттендік боласың. Өте дәмді екен, бәрі дәмді болыпты. Біздің көне Манхэттен ұнады ма? Иә, өте керемет екен. Дұрыс айтасың, қымбаттым. Шынымды айтсам, қаланың шуына әрең үйрендім. Мен келген жердің түні өте тыныш. Таңертең әтештің шақырғанын бірақ естиміз. Немене? Иә, әтеш деген не өзі? Ол не сұрап тұр? Мен не айтып тұрмын? Ақымақ болғым келмейді. Кешкі ас дайын. Ғажап! Қала пони болу қиын емес екен ғой. Қарным ашып кетті, бәрін жеп. Кукареку. Қызық, Смит әжем мен Макинтош қазір не істеп жатыр екен? Қып-қызыл алма теріп бақшадан қайтып бара жатқан шығар. Бір тілім пирог үшін бәрін берер едім. Үйімді дәл сол сәттегіде ешқашан сағынған емеспін. Бір мезетте керемет нәрсе болды. Тіпті кемпір қосақтың өзі үйге қайтуым керектігін көрсетті. Сол кезде бәрін түсіндім. Қандай өмірге лайық екенімді білдім.
Міне, мына таңба сол кезде пайда болды. Содан бері зор қуанышпен фермада жұмыс істеп жүрмін. Әне олар, қане кері қайтыңдар, тентек көжектер. О, қандай жақсы хикая. Жақсы, тым әсерлі. Кеттік, Рембо Дэшті тауып, айрықша таңбасы туралы сұрайық. Қане балапандар, мына жолмен жүріңдер. Байқап жүрсеңдерші, біреуді қағып кетсеңдер қайтесіңдер? Сонша қайда асығып бара жатсыңдар? Рембо Дэштен айрықша таңбасы туралы сұрасақ деп едік. Қызық екен. Егер ол болмағанда мен айрықша таңбамды ала алмас едім. Рембо Дэш пе? Рас па? Иә, бәрі жазғы лагерде басталды. Сенбейтін шығарсыңдар, бірақ кішкентай кезімде мен өте ұяң едім. Дұрыс ұша да алмайтынмын. Жақсы түстің ғой, елшақ. Саған көкке көтерілмей қою керек қой. Кішкентай інім сенен жақсы ұшады. Бұл менің өмірімдегі ең көңілсіз сәтті. Бір кезде қайдан шыққаны белгісіз. Оған тиіспеңдер. Тиіссек не істейсің, Рейнбоу Креш? Оны мазақтауды қоймасаңдар көресіңдер. Өзіңді мықтымын деп ойлайсың ба? Мықты болсаң дәлелдеші. Соны да сөз деп. Жеңілесің. Арман тапсың. Мәреде кездесеміз. Мен өмірімде дәл сондай әдемі жаратылыс көрмеппін. Көбелектер менің бұлттағы үйіме дейін ешқашан ұшып келмеген, ал мен ешқашан жерде болмағам. Ғажайыпқа толы қандай мекен бұл, мен бұрын бөлмеген жердің жолы бұл. Ақ түйіндар көжектер мекендейді, құстар қанаттарын жайып самғайды. Ғажайып мекен, алғысым шексіз барлық пегастарға. Білгенде егер ғажайып екенін, ертерек келерім, кетпейін енді. Бәрін жақсы көрем. Ешкім жоқ. Шыға беріңдер. Бәрі дұрыс. Қорқатын еш нәрсе жоқ. Содан бастап барлық жан-жануарлардың тілін білемін. Тоқта. Ал Рембо Дэшке не болды? Жарыс қалай аяқталды? Ол жерде болған жоқпын, сондықтан не болғанын білмеймін. Жүріңдер, достар, Дэшті табуымыз керек. Оның үстіне енді ән тыңдай алмаймын. Оның қайда екенін әпкем білетін шығар. Сау бол, Флаттершай! Сау болыңдар. Бұл жерге қайдан ғана келдік екен? Рембо Дэштің хикаясын ешқашан ести алмайтын шығармыз. Балалар, сендер әлі айрықша таңбаларыңды іздеп жүрсіңдер ме? Әрине, сыныптағы көп понидың айрықша таңбасы бар. Сендерді түсінем. Мен де неге пайда болмайды деп таңбамды ұзақ күттім. Жарайсың, Рерити, киімдерің жақсы тігіліпті. Жақсы? Олар керемет болу керек. Ал қойылым болса ертең ғой. Мен бәрін байқап көрдім, бірақ ешқайсысы дұрыс шықпады. Киімдер
киімдерді тіге алмадым. Ал қойылым сол күні кешке болатын. Мүмкін мен ешқашан сәнгер бола алмайтын шығармын. Не болып жатыр? Мүйізімнің мені қайда сүйреп бара жатқанын білмедім. Бірақ бұл бекер емес еді. Мұның сән әлеміне деген сүйіспеншілігіммен немесе айрықша таңбаммен байланысты екенін сездім. Мүмкін бұл менің тағдырым шығар. Содан мен білімге ден қойдым. Ата-анам мені Селестия ханшайымның дарынды жалғыз мүйізділерге арналған мектебіне жібермек болды. Осылайша арманым орындалды. Тек бір нәрсе қалды. Қабылдау емтиханын тапсыруым керек еді. Ал, Спаркл ханым. Ал, Спаркл ханым. Біз күні бойы отыра алмаймыз ғой. Бұл менің өмірімдегі ең маңызды күн екенін білдім. Алдағы өмірім осы емтиханның нәтижесіне байланысты еді. Ал мен бәрін бүлдіріп ала жаздадым. Уақыттарыңызды алғаным үшін кешіріңіздер. Twilight Sparkle, кешіріңіз, мен байқамай қалдым. Сенің ерекше қабілетің бар екен. Мұндай дарыны бар жалғыз мүйіздіні бұрын кездестірген емеспін. Бойыңнан білімге деген құштарлықты көріп тұрмын. Twilight Sparkle, осы мектепте оқып, менің шәкіртім болғаныңды қалаймын. Ал. Тағы бір нәрсе, Twilight. Тағы? Менің айрықша таңба. Жарайды. Біз де қуаныштымыз, Twilight. Солай. Бұл жерден тезірек кетейікші. Бәрі дұрыс па? Осы біз Рейнбоу Дэшті неге әлі таба алмай жүрміз? Рейнбоу Дэшті іздеп жүрсіңдер ме? Оның орнында болсам, қан сарайында болар едім. Басқа пони болсам да қан сарайында болар едім. Бір жақсы ой бар. Қан сарайына барғыларың келмей ме? Біз сол Рейнбоу Дэшті іздеп жүрміз, оның айрықша таңбасы жайлы әңгімесін естейік деп. Таңба? Мен өз хикаямды айтып берейін. Мейлі. Жарайды. Мен әпкелеріммен бірге Панивиляның шетіндегі фермада өмір сүрдім. Күні бойы далада жұмыс істейтінбіз. Сөйлесетін ешкім жоқ, ешкім күлмейтін. Айнала толы тас болатын. Біз оңтүстік жағында едік. Тастарды шығысқа қарай тасуға дайындалып жүргенбіз. Кенет!
жүрсе екен дедім. Бірақ кемпір қосақ бұлай жиі шыға бермейтін. Содан мен тағы қалай күлкі үйруге болады деген ойға кеттім. Оңтүстіктегі тастарды жинауымыз керек. Пинка мені даянбай. Бұл сен бе? Апа, әкеммен бірге әпкелерімді ертіп тезірек мұнда келіңіздер. Тосын сый, сіздерге ұнай ма? Бұл кеш деп аталады. Ұнамай қалды ма? Ұнайды екен ғой, мен бақыттымын. Эквестрия осылай пайда болды. Міне. Не? Қараңдар, біз келдік. Қайтар жолда айрықша таңбамның қалай пайда болғанын айтып берем. Ол өте қызық. Жарайды, осылай істемесе Пинки пай бола ма? Рэмбл-Дэш, осында екенсің ғой? Сендер менің айрықша таңбам жайлы хикаямды естігілерін келеді екен ғой? Осы хикаяны есту үшін күні бойы басымнан не өтпеді десеңші? Бұл жазғы лагерде болып еді. Мен Флаттершайды бұзық пегастардан жалғыз өзім қорғап қалмақ болдым. Мен ешқашан олай ұшып көрмеген едім. Өзімді құста еркін сезіндім. Жылдамдық ерекше әсер. Соққан жел. Маған бәрі ұнады. Қатты ұнады. Ай! Көріскенше Rainbow Crash. Эй! Мен зулап ұшқаннан да жеңіске жеткенді жақсы көреді екен. Көп адам Соник Рэмбоуды дыбыстағы кемпір қосақ аңыз деп ойлайды екен. Бірақ сол жарыс күні аңыздың ақиқатқа айналатынын дәлелдедім. Мүмкін еместі мүмкін еттім. Міне, айрықша таңба осылай пайда болды. Тоқтай тұр. Мен де сол дыбысты естіп кемпір қосақты көрдім. Егер сен жануарларды шошытпағаныңда, мен ешқашан олардың тілін біліп, айрықша таңбамды ала алмас едім. Мен де ол дыбысты естідім. Сосын мені күлдірген кемпір қосақ пайда болды. Айрықша таңбам пайда болғанда мен де кемпір қосақ көрдім. Ол маған үйімді көрсетті. Менің де таңбам өзім түсіндіре алмайтын дыбысты естіген кезде пайда болды. Мүмкін емес. Егер сол дыбыс болмағанда, мен қабылдау емтиханынан құлап қалар едім. Рейнбоу-Дэш, маған да сен көмектескен сияқтысың. Бәріміз айрықша таңбаны сенің арқаңда алдық. Бұл нені білдіреді? Бір-бірімізді танымаған кездің өзінде арамызда байланыс болған екен. Сонда өзіміз білмесек те, туған сәттен бастап дос болған екенбіз. Мұнда келіңдер. Сендерді жақсы көрем ғой. Болды, мен кеттім. Жүріңдер, достар. Біз тағы да шытырман оқиғаның куәсі болатын сияқтымыз. Әй, мүмкін ән айтармыз? Иә, жарайды. Алақай. Қымбатты Селестия ханшайым, бүгін керемет бір нәрсе үйрендім. Понилер бір-бірін танымаса да арасында ғажайып байланыс болады екен. Егер сіз жалғызсырап, жаныңызға жақын дос іздесеңіз, сіз жай ғана аспанға қараңыз. Кім білет, сізбен бірге сіздің болашақ достарыңызда керемет кемпір қосақты тамашалап отырған болар. Сұмдығай, қашаннан бері осындай әсершіл болып қалғансың? Жаза бер, Спайк. Бұл метеор шоу ерекше болады. Керемет. Бұл шоу 100 жылда бір-ақ рет болатынын білесің бе? 100 жылдық мерейтой. Кетуіміз керек. Кешігуге болмайды. Болды.
Спайк, қалам мен сый алдың ба? Алдым. Қағаз ше. Алдым. Сосын телескоп, алма, банан, жеміс шырынын және дәмді жұмсақ жаңғақ пен ваниль қосылған печенье алдым. Иә, көріп тұрмын. Әдеттегідей ойымды оқып қойдың, Спайк. Сол себепті менің ең сүйікті көмекшімсің. Кешір, дұрыс естімей қалдым. Сол себепті менің ең сүйікті көмекшімсің. Қайталаш? Сол себепті... Кеттік, кешігіп қалмайық, Спайк. Тоқтай тұр, ұмытып кете жаздадым. Мен астрономдардың астрономиялық альманахын алғым келген. Астрономы не? Білесің бе, ол ескі үлкен көк кітап. Жұлдыздар, айлар, ғаламшарлар туралы. Түсіндім, қазір. Әй, менің сүйікті көмекшім неге кешігіп жатыр? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Қызғаншақ Спайк. 24-ші бөлім. Мен астрономия кітабын орнына қойдым деп ойлап жүргенмін. Ол кітап ғаламшарлар мен жұлдыздарды тануыма көмектесер еді. Мүмкін біреу оқиын деп алған шығар. Саған ол кітаптың не керегі бар? Онсыз да барлық жұлдыз бен ғаламшарларды жатқа білесің. Өйткені ең ақылды астрономия маманысың. Рахмет, Спайк, сен мақтауды қатырасың. Иә, мақтау қолымнан келеді. Және сүйкімді көмекшімсің, солай ма? Иә. Мәс саған туғайлайды. Осындай көмекшіңнің болғанына рахмет айт. Әттең маған көмектесетін ешкім жоқ. Мен айтқаныңның бәрін орындаймын. Рейнбоу Дэш. Солай ма, балақай? Ең алдымен қоқысты тасташы. Е, ханым. Осындай жерге алып келген үшін Спайкқа рахмет айтуымыз керек. Сондай ғажап жер екен. Қойшы. Қойшы дедім. Кішкентай Спайки Уайки. Айдаһардың мұндай сүйкімді болатынын кім білген? Спайк, сен біздің кішкентай жұлдызымызсың. Сондықтан мынаны саған жасадым. Қыздар, мені ұялттыңдар ғой. Қойыңдаршы. Твайлайт, сенің кезегің. Спайк, жетер енді. Дұрыс, жетер. Ей, қараңдар, шоу басталғалы жатыр. Шоу көреді. Тезірек. Қараңдар, сенелер саған. Қазір. Қараңдаршы. Күлгін жұлдыздарды көрдің. Керемет. Бізде осылай болса қойшы. Керемет. О, қандай керемет. Керемет. Ғажайып көрдің бе? Сен де? Өте әдемі болды бәрі. Күнді осылай жұлдыздарды көрсек. Мәс саған печенье дәмді екен. Оны Спайк пісірген. Айтпақшы, Спайк, бізге сусын әкеп берші. Спайк. Ой, байғұс-ай. Ол қатты шаршап қалыпты. Және шырынның бәрін ішіп қойыпты. Қайырлы түн, Спайк. Қайырлы түн, сүйкімді көмекшім. Кометаларды зерттеу. Комета бұрыс пішінді бөлшектерден құралған кішкентай аспан денелері.
олардың құрылымы өзгеріп тұрады. Қап! Оу, бұл Спайктың жұмысы. Қатты ұйықтап қалғанын қараш. Тоқта кетпе, қорықпа. Қағазда келіп бергеніне рахмет. Мәссаған, бүгін күн суық болып тұр. Айтпақшы, осында болып мен жұмыс істеген кезде жанымда отырғың келмей ме? Сонымен қай жерге келіп едім? Я, әлсіз өзгергіш кометаны кома деп аталатын сұрғылт зат қоршап тұр. Күнге жақындаған сайын кома өзіне... Мен ұйықтап қаппын. Сағат 10 болғанын білем. Есесіне ұйқым қанды. Жұмыс істеуге дайынмын. Өтінем, Туайлайт, ренжіме. Таңғы асқа не жейсің? Сұлы ботқасын ба, әлде сусын жейсің бе? Алаң болма. Бұл жұмысым ғой енді. Уайымдама. Үкі барлық жұмысыңды істеп қойды. Кім? Біздің жаңа көмекшіміз. Ол саған жұмыс істеуге көмектеседі. Сонда күні бойы шаршамайсың. Не? Басқа көмекшінің керегі не? Мен шаршаған жоқпын. Өзім ақ істеймін. Ұйықтамай-ақ қояйын. Спайк, алаңдама. Ол бізге көмектесуге келді. Қазір менің кетуім керек, ал сен үкімен таныс. Ол кітапханада. Маған алаңдама дейме? Алаңдап тұрғандай көрінем бе? Кім бар? Ей! Қорқынышты көрінеді екен. Сәлем, мен Спайкпын. Туайлайт саған мен жайлы айтып берген шығар. Спайк, білесің бе, оның сүйікті көмекшісімін. Мен Спайкпын. Сен кімсің? Әлде несің? Кімсің? Сенің атың үкі шығар десем? Жарайды, үкі, мейлі, мен Спайкпын, жарай ма? Тыңда, сен мұнаны білуің керек. Туайлайттың сүйікті көмекшісі мен, сен екінші. Сонымен, жұмбақ мырза. Мен сені бақылап жүрмін. Біліп қой, желкемде көз бар. Әншейін айттым. Мені түсінген боларсың. Мұна құс жұмысымды тартып алғалы жүр. Бірінші көмекші болғысы келеді. Жарайды, Туайлайтқа бірінші көмекші болуға құс емес, мен лайықты екенімді көрсетем. Жұмысымды тартып алуына жол бермеймін. Тіпті жанымды берсем де. Өзі сондай сүйкімді екен. Иә, сүйкімді. Ол әдемі. Әдемі. Үкі, сен жұлдызымызсың. Сондықтан мұна көбелекті саған арнап жасадым. Спайк не үшін ренжіп қалды? Меніңше ол үкіден қызғанып қалды. Мүмкін ол үкі орнын тартып алады деп қорқатын шығар. Спайктың ба? Қайдағын айтпашы. Спайкқа ешкім жетпейді. Ол мұны білет. Ол менің орнымды тартып алмақшы. Туайлайт пен үкіге бірінші көмекші мен екенімді дәлелдеуім керек. Ей, Спайк, маған әлгі кітапты әкеп берші. Екі басты... Мифологиялық құпиялар, оның қайда екенін білем. Рахмет, үкі. Спайк, алаңдама. Үкі кітапында әкеп берді. Сосын, сиқырлы елді іздеу деген кітап керек. Ей! Бұл жерден төс, әйтпесе құлайсың. Қап! Айта бер! Хат жазатын соңғы қауырсыным сынып қалды. Ештен етпейді. Сүйікті көмекшің Спайк осында. Қауырсын, ол қайда? Мұнда жоқ. Қауырсын. Ол қайда екен? Спайк, тоқта! Дүкеннің атауы қауырсындар мен дивандар ғой. Мұнда тек осы екі зат сатылады. Кешір, балақай. Қауырсын тек дүйсенбі күні сатылады. Диван керек пе? Рас айтам, ол
Алмұрт? Алмұрт емес, қауырсын. Дұрыс. Бөдене ме? Көрпе ме? Күлшенан ба? Таптым. Бәліш. Бәліш емес, қауырсын. Жоқ. Кешір, қауырсын жоқ. Қап. Мұнда кел, балапан. Чип, 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 чип. Мұнда кел. Чип, 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 чип. Мұнда кел деймін. Бетімнен ұрма. Ой, қой деймін саған. Спайк, көмекке келді. О, Спайк, сені шақырдым ғой. Сен бәрінің астан кестеңін шығардың. Үкі маған бір қауырсынын берді. Жақсы болған екен. Керемет. Ғажап. Мен өзімнің жұмыстарымды бітірейін. Әлде үкі бәрін орындап қойды ма? Жоқ, шаруа бастан асат. Тіпті жақсы. Демек түнімен ұйықтамай осында жүрем. Байғұс Спайк, ашуы басылар. Негізі ол сондай жақсы дос. Спайк, мынау не? Сен мына кітапты жоғалды дегенсің. Үкі оны өз орнынан тауып алыпты. Тек өртенген күйде. Бұл қалай болды? Не ғой? Енді білесің бе, сені ренжіткім келген жоқ. Тек түшкіргім келіп кетті. Айдахардың қалай өтірік айтатынын да білем. Сенен қатты көңілім қалды, Спайк. Сен мені ұстап бердің. Жарайды, көре жатармыз. Деп қоймадың ғой. Үкі менің орнымды еленбекші. Мұны білем. Оны тоқтатуым керек. Бірақ не істеймін? Опа, мысығым Флаттершайдың сауық кешіне кешігіп қалмайық. Кәдімгі тышқанға ұқсайды. Мынаның жерде жатқанын Туайлайт көрсе, оны үкі жеді деп ойлайды. Мен бірінші көмекші болам. Қайтадан. Байғыз дала тышқаны. Мылжа-мылжасы шығыпты. Оны үкі жылмалаған сияқты. Үкілердің тышқан жейтінін білесің ғой. Қатыгез құс. Сен оны жазалауың керек. Солай ма? Спайк, қай қылыңа ренжейтінімді білмеймін. Үкіге тұзақ құрғаныңа ренжейін бе? Әлде мұндай ақмақтыққа сенет деп ойлағаныңа ма? Сен қызғанышқа бой алдырдың, Спайк. Қатты көңілім қалды. Сен қазір мен білетін, жақсы көретін Спайк емессің. Ол мені енді жақсы көрмейді. Туайлайт мені жек көреді. Мен тоңдым, шаршадым, қажыдым, қарным ашты. Жалғызбын. Бұдан өткен сұмдық бар ма? Ей! Бұл не?
Үйден қашқан сайын осылай болса, үйге қайтқым келмейді. Тастар! Алақай! Қарным тоқ болса да, көңіл күйім жоқ. Туайлайт пен оның достарын сағындым. Бірақ ол мені жақсы көрмейді. Сондықтан осында жалғыз қалғаным дұрыс. Мәс саған, жылый бастады ғой дейм. Бұ менің қабыршағыма пайдалы. Бірақ мына жер ысып кетті. Менің үңгірімде неғып жүрсің? Неге менің тастарымды жеп жүрсің? Сәлем, бауырым. Сенің үңгірің екенін білген жоқпын. Тастардың да сенікі екенін білмеппін. Ештеңе етпейді. Екеуміз бауырымыз ғой. Сен айдаһарсың. Мен де айдаһармын. Екеуміз бәріне қарсы тұрамыз. Солай ғой? Үлкен болсаң да, сенен қорықпаймын. Өте үлкен екенсің. Тырнағың тым өткір екен. Құйрығың да тым өткір. Бірақ мені қорқыта алмайсың. Ал қалай екен? Қуана-қуана қалар едім. Бірақ кетуім керек. Спайк, мұнда кел! Сені көргеніме қуаныштымын. Тезірек, мін! Дала қап-қараңғы, ештеңе көрінбей. Спайк, біз сені қатты уайымдадық. Мен қатты алаңдадым. Сен неге қашып кеттің? Енді керек емеспін. Мені енді жақсы көрмейтін шығар деп ойладым. Спайк, ренжігенім рас әрине. Бірақ сен менің ең сүйікті көмекшімсің, әрі досымсың. Әрдайым солай болады. Тек кейде маған көмек керек, түнде. Саған түнде ұйықтама дей алмаймын. Әлі кішкентайсың, тынығуың керек. Ал үкі түнгі құс. Сондықтан үкіден көмек сұрадым. Сенің орныңды басын деген жоқпын. Саған ешкім жете алмайды, Спайк. Тіпті қызғаншақтың әрекетін жасасаң да. Кешір, Туайлайт. Олай істемеуім керек еді. Сен де мені кешір, Спайк. Сені бірден түсінуім керек еді. Үкі. Орнымды тартып алам деп ойламағаныңды түсіндім. Мені кешіресің бе? Мені, Спайкты кешірш. Ол сені кешірді, Спайк. Айтпақшы, мені қалай таптыңдар? Аяғыңа кетчуп жағып алыпсың. Үкі сенің ізіңді тапты да, соның көмегімен үңгірге жеттік. Иә, кетчуп. Шындыққа жанасады екен. Не болғанын жазсақ, ханшайым қызығып оқитын шығар. Мен дайынмын. Эй, Спайк, ханшайымға бүгін не үйренгеніңді өзің жазсаң қайтеді. Жазасың ба? Рас па? Бұл үлкен жауапкершілік қой. Білем, бірақ сүйікті көмекшім кез келген мәселені шешеді. Құрметті Селестия ханшайым. Бұл Спайк, сізге басымнан өткен хикаяны жазып отырмын. Бұл аптада қызғаныш пен өтірік айту достыққа сызат түсіретінін түсіндім. Бұған қоса, достарыңның бәрін бірдей жақсы көруге болатынын білдім. Бүгіннен бастап уәде берем. Мен Спайк. О, Спайк. Кім? Спайк па? Жоқ.
А. О, сәлем, Пинки Пай. Шақырамын мен әнімен туған күніме, сендерге еткен еңбегімнің бағасын беріңдер. Жасыңа жас қосылса қалай қуанбайсың, тәтті торт пен шай ішеміз сөзіміз сеніңдер. Би билейміз көңілденіп ойында ойнаймыз, достармен құшақтасып қызыққа бір тоймаймыз. Сыйлық керек емес, әуре болып жүрмеңдер, келіңдерші өздерің жақсылап тойлаймыз. Шақырған соң өтінемін, келіңдерші достарым, жақсы жандар жиналып қосылады бастарым. Келесі жолы шақырту қағазын үлестіре саламын. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, шыжырекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Туған күн 25 бөлім. жарайсың. Қалай істеу керектігін мен көрсетейін. Сәлем, қыздар. Сәлем, Пинки Пай. Жағдайың қалай? Гамидің туған күніне келсеңдер, өте қуанар едім. Әрине барам, ондайдан құр қалмайм. Мен де Пинки Пай кеш өткізіп жатса қалай бармаймын? Бұл жай алма ғой, қорықпаңдар, кеште тосын сыйлар болады. Қандай тосын сый? Айта алмаймын, құрбым әйтпесе тосын сый болмай қалады. Мына пунш керемет екен. Көктем мерекесіндегі тәсілмен әзірледің бе? Жоқ, бұл өзгеше. Бұл Гамидің сүйікті пуншы. О, сүйікті әнім. Көңіл көтеріңдер. Тамаша, кешті өте жақсы өткізесің, Пинки Пай. Әрине солай, өйткені жан достарым қасымда. Ой! Қане, бер келіңдер. Гамидің билегісі кеп тұр. Қане, Гами, бүгін туған күнің, биле, Гами. Ой, қатты шаршадым. Соңғы кешіңнен бері бұлай билемеп едім. Шақырғаныңа рахмет. Кездескенше туған күн иесі. Бұл да ғажайып кеш болды. Маған да қатты ұнады. Кетпеңдер, торт жеген жоқпыз ғой. Мен кете берейін. Кешің жақсы өтті, тағы бірде жиналамыз. Тағы жиналу керек. О, сәлем. Жиналамыз. Түсінбедім. Тағы жиналу керек дедің. Сол уақыт болды, шақыру қағазын ал. Гамидің туған күнін қайта тойлауға шақырамыз. Күндізгі үште келіңіз. Достардың бәрін шақырдым. Ойын, би, торт, балмұздақ болады. Бүгін күндіз бе? Бүгін күндіз дегенің бүгін күндіз бе? Я, әрине. Қап, барар едім. Алайда оқылмаған сабағым көп, тапқа телміріп үйде отырам. Оқитын кітаптарым өте көп. Түсінемін, сабақ оқуын керек, бірақ қамықпа. Саған бір тілім торт қалдырамыз. Жақсы. Туалет. Кітапқа телмірудің керегі жоқ. Оқысаң болады. Оны біле жүрейін. Сәлем, Пинки Пай. Қайдан кеп қалдың? Эй, тұяғың талғанша билегің келе ме? Бүгін Гамидің туған
Бүгін күндіз бе? Бүгін күндіз дегенің бүгін күндіз бе? Қызық, Твайлайт та солай деді. Бұған иә деп жауап берем. Бүгін күндіз. Бірақ мен бара алмайтын шығармын. Өйткені мен алма теруім керек. Қолым бос емес. Біз алма теріп жатырмыз, иә, бәріміз. Алма теріп жатырмыз. Иә. Жарайды өзің біл. 3 қонақ келсе де туған күн өтеді. Тағы да көмегім керек пе менің сұлуым? Жуынып алсаң қайтеді. Қалай десем екен, үстіңнен сабанға орап айдаһарға берген шірік алманың иісі шығады. О, қалпағың әдемі екен. Керемет, ненің құрметіне кидің? Бүгін Гамитің туған күні, соған сені шақыруға келдім. Бүгін күндіз бе? Бүгін күндіз дегенің бүгін күндіз бе? Қызық екен, бәрі солай дейді. Солай ма? Білем, бұл күтпеген жағдай, бірақ Гамитің туған күні жақсы өтті. Соны қайталағым келеді. Әрине, керемет өтеді. Алайда бара алмаймын. Жалымды жууым керек. Қайдағыны айтпашы, жалын кіремес. Шын ба? Кіремес. Қара, кір ғой. Мен кеттім. Твайлайт келмейді, Эпплджек келмейді. Рэрити де келмей, жарайды, 2 қонақпен-ақ өткіземіз. Бүгін күндіз бе? Сонда... Иә, бүгін күндіз деген, бүгін күндіз. Өкінішті, барар едік. Бірақ бүгін 2 етеміз. Екеуіңде ме? Ол үлкен үй. Сағат қанша болды, біз кеттік. Тоқтаңдар! Бәліш немесе балмұздаға кеп берейін бе? Қайда барасыңдар? Гарриге. Гарриге? Иә, оны танымайсың. Қызық. Қаладағы понидің бәрін танимын. Ол аю. Аю? Иә, нағыз аю. Шақырғанда бармасақ ренжіп қалатын әдеті бар. Тоқтаңдар! Қаламызда тұратын аю бар ма? Үйден гөрі үңгірге ұқсайды. Үңгірді әдемілеп, үйге ұқсатып алыпты. Бізге үйіме үңгіріме қарап қойыңдар деді. Жағашайда. Жағашайда демалып жатыр ма? Иә, оның сүйіктісі... Волейбол ойнау. Волейбол ойнау. Волейбол ойнау. Біз кеттік. Достарымның әрекетін түсіне алмадым, Гами. Рейнбоу мен Флаттершай аюдың үйін күзететініне сенемін. Бірақ бүгін бәрінің қолы босамайтыны қызық екен. Рэрити басын жуады, Эпплджек алма тереді. Твайлайттың сабағы бар, ол кітап оқиды. Ойлаған сайын маған осының бәрі өте қызық болып көрініп тұр. Сабақ оқып жатқан жоқ. Кітап қайда? О, сен мұнда? Пинки Пай осында ма? Олай емес сияқты. Жақсы, тек Пинки Пай менің келгенімді біліп қоймасын. Иә, әрине. Қазір келем. Құрбыларым? Твайлайт менен не жасыруы мүмкін? Ол келе жатыр. Міне, ал. Рахмет, ең бастысы Пинки Пайға айтпаңыз. Эй, мынау қандай құты? Мен жайды анықтауым керек. Мына бетперденің пайдасы жоқ. Тәтті дүкеніне кіргеніңді көрген жоқ па? Көрмеген сияқты.
Жақсы, бәрін бүлдіріп алмаса екен. Дұрыс айтасың. Оны көрдің бе? Таңертеңнен бері көрген жоқпын. Мен де. Бүгін тағы да кеш өткізем дегенін естідің бе? Сылтау табыла кетіп, бара алмайтынымды айттым. Мен де. Мына кеш әлде қайда қызықты болады ғой. Тек Пинки Пай біліп қоймаса болды. Кездескенше. Понилерге кешімін айт деп ойлағанмын. Сәлем, Пинки Пай. О-о. Премудеш, тоқта! Қайда барасың? Гамидің туған күніне келмегенде қайда барайын деп едің? Сөмкенде не бар? Эпплджек ұсталып қалдық. Осында екендеріңді білем. Оу, жағдайың қалай, құрбым? Кіріп көрсем қайтет? Қарсы емессің бе? Жоқ, қарсымын. Сен қазір кіре алмайсың. Дэш жаңа ғана кірді ғой. Ол бір керек затымды әкеп берді. Я, жөндеу жұмысына керек нәрсені әкелді. Бәрін бастан аяқ жөндейміз. Құрылыс жұмысы басталады. Жақында бастаймыз. Я. Естідің ғой, жөндеу жұмысы болып жатыр. Я, жөндеу жұмысы. Жоспар осы. Соны орындауым керек. Жарайт, жарайт, жарайт. Құпия мен өтірік. Менен бірдеңе жасырып тұр ма екен? Олар бірдеңе ойластырып жүр, Гамми. Мені білмесін деп ойлайды. Бірақ біліп аламын. Қайтсем де біліп алам. Маған мұны кім айтатынын білем. Ол маған бәрін айтады, бәрін айтады. Бәрін. Мә саған керемет сыйлық. Бәрі саған, Спайк. Тек сөйлесек болды. Солақ па? О, сөйлейін. Ауа райы керемет, солай емес пе? Көктемнің шуақты күндерін ұнатам. Құстар ән салып, айнала гүлденеді. Жоқ, достарымыз туралы айт. Жарайды. Твайлайттан бастайық. Ол жалғыз мүйіз. Сиқырды білет. Ол өте ақылды, сосын Рэрити бар. Ол керемет. Твайлайт пен Рэрити достасалмайды деп ойлайды. Бірақ қайдан білсін? Сонымен еді Флаттершай. Ол биіктіктен қорқады. Жоқ, сен түсінбей тұрсың, маған шыныңды айт. Ұқтың ба? Шынымды ма? Сиқырдың құпиялары пайдалы сөз кітабына шырынды төгіп алған мен. Кеше Панивилияның ыстық суын бәрін құрттым. 7 сағат жуындым. Тағы да айт. Кейде қасымда ешкім жоқта былай істеймін. Сен кереметсің, Спайк. Сондай кереметсің. Жоқ. Не сұрап тұрсың? Не айту керектігін қайдан білейін? Достарым кешімді ұнатпайтындықтан менен қашып жүргенін айт, олар менімен дос болғысы келмей. Достарың сені алдап жүр, қашып жүр. Олар кешіңді ұнатпайды, сенмен дос болғысы келмейді. Бәсе,
достарым кешімді ұнатпайды. Олар менімен дос болғысы келмейді. Сонымен... О, Келгендеріңе рахмет. Гами қуанып қалды. Тағы пунш жейші. Әрине, қазір пунш құйып берем, мырза. Керемет кеш, өте жақсы өтті. Рахмет, Рокки. Кешің маған да ұнап жатыр. Қуаныштымын, Линсалот мырза. Маған тағы бір тілім торт бересіз бе? Әрине әкелемін, Лефлер ханым. Понилердің келмегеніне қуаныштымын. Понилерді тым жаман дей алмаймын. Жаман емес бе? Қойшы. Олар түкке тұрғысыз ғой. Олай демеңіз. Тым қатты айтып қойған жоқсыз ба? Бұл сыпайылап жеткізген түрім. Олар сені сыйламайды. Мұныңыз дөрекілік? Дөрекілік? Біз тек өз ойымызды айттық. Сонда да дөрекілік. Сенің орнында болсам, олармен сөйлеспей кетер едім. Білесіздер ме? Енді олармен сөйлеспеймін. Оларды мерекеме ешқашан шақырмаймын. Олар кешіме келуге лайық емес. Өздері көңілімді қалдырды. Араласпаңыз олармен. Жарайсың. Әрине. Кім келді? Сәлем, Пинки. Кешір, таңертең асығыс болдым. Сәлемдесуге де уақытым болмады. Өзің де түсінесің. Ондайды жақсы түсінемін. Мен алма аңғарына барғың келе ме? Жоқ, рахмет. Шын достарымен көңіл көтеріп отырмын. Солай ғой, Лефлер ханым? Дәл солай, ханым. Пинки пай. Тағы бәлшегіңіз келмей ме, Линсалот мырза? Әрине. Жақсы. Ал бұл жерден кетіп Эпплджекке барсақ қалай қарайсың? Ол ешқайда бармайды, жоқ. Мен бармаймын. Уақытты жақсы өткізіп жатырмын. Бірақ менімен баруың керек. Естідің ғой, ешқайда бармайды, сөзшең. Кімге сөзшең дедің? Болды, жетер енді. Жүр, Пинки пай. Жоқ. Пинки пай, кеттік. Жоқ дедім ғой саған. Пинки пай, менімен барасың. Жоқ, бармайм. Солай ма? Өз еркіңмен бармасаң, сүйреп әкетем. Біз келдік. тосын сый! Оны қуанат деп ойлағанмын. Неге? Қоштасу кешіне неге қуануым керек? Қоштасу кешіне? Сендерге ұнамай кетті. Менен құтылайын деп соған кеш өткізіп жатырсыңдар. Бұл Пинки паймен қоштасу кеші. О не дегенің? Сені неге жақсы көрмейік? Неге? Айтыңдар! Күні бойы мен алдап, қашып жүрдіңдер, себебі сол. Ұқтыңдар ма? Саған кеш жасап бергіміз келді. Бұл кешті тым ұзақ жоспарладық. Сондықтан Гамидің мерекесіне бармау үшін сылтау іздедік. Бұл қоштасу кеші болса, арнайы әзірленген тортта неге туған күніңмен Пинки пай деп тұр? Өйткені бүгін менің туған күнім. Өз туған күнімді қалай ұмытып кеткенмін? Мені жақсы көргендіктен ұйымдастырдыңдар. Саған соны айтқымыз келді, құрбым. Қыздар, сендердей дос ешкімде жоқ. Қалай ғана күмәндандым. Ештеңе етпейді, Пинки пай. Ондай жағдай бәрінде болады. Әрине, сені жақсы көреміз. Бізді көкөніс салған шелікке айырбастап кетпегеніне қуанам. Оны білмей-ақ қой. Жарайды, қыздар, айтып болдыңдар. Енді билей! Қымбат
Қымбатты Селестия ханшайым, мен сізге керемет мерекеден хат жазып отырмын. Құрбыларыммен бірге жүргенде достықтың қандай құнды екенін түсіндім. Достардан тек жақсылық күту керек екен, күмәнданбау керек екен. Достардың қамқорлығына сену керек. Адал шәкіртіңіз Twilight Sparkle. Қыздар, Гамидің туған күнін қоса атап өтсек ренжімейсіңдер ме? Ол кештің ерте біткеніне ренжіп тұр. Ренжімейміз әрине. Біз сені жақсы көреміз ғой. Әрине. Гала, концерттің бүгін өтетіне қуанып тұрмын. Өте қатты. Пинки, шулай бермеш, ойымды бөліп жатырсың. Пенки пай, ой деймін. Салтанатты кешке дайындал. Терлеп тұрсаң көйлегімді бермеймін. Twilight не істеп отыр? Кеште айтатын жаңа сиқырлы сөзін дайындап жатыр. Қалғандары қайда? Кешікті ғой. Асықпай қоя тұр құрбым, келдік. Керемет, дайынмын. Неге дайынсың? Бастай бер, Спайк. Алма? Бәліш жейміз бе? Шш, қараңдар. Мәссаған. Рахмет, бірақ тағы бірдеңе көрсетемін. Латыршай, достарың келді ме? Иә, оларға зияны тимей ме, Twilight? Ештеңе болмайды. Мінекей! Қызығын-ай. Ұнады ма? Қорықпаңдар, түнде қайтадан тышқанға айналам. Қызығым, тоқта. Тоқтаңдар, қайтыңдар. Бұл күймеге жегетін аттар еді ғой. Енді кешке немен барамыз? Енді қайттық. Кешіріңдер, бізді сауық кешіне жеткізіп саласыңдар ма? О, керемет. Я. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Ең керемет кеш, 26 бөлім. Қане қыздар, есікті ашыңдар. Қазір, Спайк. Тоқтай тұр, біз киініп жатырмыз. Киініп, ренжіме Рерити, біз әдетте киінбейміз. Кешір, Спайк. Кейбіріміздің талғамымыз бөлек. Контрлотқа барамыз деп қуанып тұрмын. Үйге барамыз, Twilight. Ең кереметі, кешті бірге өткізіп, бірге демаламыз. Білмеймін, Спайк. Көре жатармыз. Біздің қолымыз тимейді. Иә, қызықтан босамаймыз. Жарайды. Қорықпа, Спайк. Сөйлесуге қалайда уақыт табамыз. Керемет. Контрлотта қайда баратынымызды білем. Реритиге асыл тәжді көрсетем. Эпплджек ханшайымға алтын алманы көрсетеді. Пинкиді сүйікті тәтті дүкеніне апарам. Иә, Кеттік онда. Түсінбедім. Мен... Көршім Реритидің досы болмағаныңда. Мәссаған. Бәрін құлпырып тұрсыңдар. Керемет. Шын келдік пе өзі? Талайдан бергі арманымыз орындалды. Бұл кеш өміріміздегі ең керемет кеш болсын. Бүгін кеште Сауық сайран құруға жиналамыз. Көрмей жүрген достармен де бас қосамыз. Бүгін кеште Үлкенмен де, кішімен де достасып шаттанамыз. Асыр салып мақтанамыз. Бұл керемет кеш
Арманға қол созамыз бұл керемет кеште. Бүгін кеште Бүгін кеште қуанамыз, қуанамыз. алма сатып мәз боламыз. Мәз болам. Балшырындай Балшырындай дәт алмаға алмаға тойдырамын бәрінде. Ұнатам. Ақшаны да табамыз, олжалы боламыз. Осы кеште қуанышқа бөленейікші, ғажайыптар жүзеге асып шаттанайықшы. Бүгін кеште ханзаданы өз көзіммен көремін, шын көңілден алып ұшып үміттенем. Бүгін кеште ондай жігіт аппақ үміт жаулап алсын жүректі, көңіліме ән салғызып бұл керемет кеште. Осы кеште қуанышқа бөленейікші, ғажайыптар жүзеге асып шаттанайықшы. Осы кеште менің де арманым бар, ұл-батыл понилер. Қиялымда бір самғадым, бізге кім бар теңгелетін. Қанат қағып ұшасың, олармен дос боласың. Ешкінбейсің досым, бұл ғажайып кеште. Осы кеште қуанышқа бөленейікші, ғажайыптар жүзеге асып шаттанайықшы. Осы кеште Дәл осындай әдемі кеш бұрын соңды болмаған. Ал мен болсам дәл мұндай ғажайып кештен қалмағам. Қызықты өзім бастап берем, қосылыңдар бәрің. Күліп ойна, мен де келем, көңілді көтерейін. армандар орындалар бұл кеште, бүгін кеште. Бүгін кеште кездесеміз, ғажайымды көремін, сиқырларды үйренемін, өз көзіммен көремін. Онда сайын сырласайын, ұстазымның өзімен. Армандар орындалады, ал енді достар тездетейік, қорқалмайық қызықтан. Шырқыды бірге әндетейік, сен де бізге қосыл. Кештің көркі боп жайнайық, асыр салып ойнайық. Досты табамыз бұл жерде, сен алмаларды сатамын. Сен ханзаданы көремін, көк аспанда мен самғаймын. Табу, соту, сәнді, ұшу, Әнім сөйлеу, бәрі болады, бәрі болады. Бүгін бәрі де болады. Бүгін кеште Бұл әдемі кеш болады. Себебін білесіңдер ме? Бұл кешті бәріміз бірге өткіземіз. Не өткізбейміз? Селестия ханшайым. Туайлайт, жұлдызды шәкіртімді көріп қуанып тұрмын. Осында келгенім жақсы болды ғой, сізге де айтарым көп. Иә, сауық кешінде менің жанымда бол, сөйлесуге де уақыт табамыз. Керемет, осы сөзіңізді күттім. Тезде Трэрити, сәл ақырын жүр. Одан айырылғым келмейді. Тоқта, қызығатыныңды білдірме. Жоқ, жылы шырай таныт. Ол өмір бойы армандаған ханзадам ғой. Арманымнан да керемет екен. Мәссаған, дала боз торғайы. Мені шақырып жатқан сияқты. Өзімнің де күткенім осы емес пе? Кел, досым, қарның ашты ма? Ашқанда қандай? Онда не қып тұрсың? Карамельді алма, алма бәліші, алма құймағы қуырылған алма. Үлкен алма бәлішін алам. Көп рахмет, мырза. Алақай! Басы жақсы басталды, тамаша. Үмітім ақталды. Сенің қарның тағы да ашты ма, Суарин? Бәлішім! Оны ұстап қалдың. Рахмет. Оқасы жоқ. Эй, сені танимын ғой. Клаудсдейлде бізді құтқарған понисің. Жарыста бірінші орын алдың. Атым Рэмбо Дэш.
Жақсы, Рейнбоу Дэш. Бізге тағы көмектестің. Сен болмасаң, Сариннің бәліші жерге түсіп кетер еді. Кеште бізбен жүрсеңші. Әрине, несі бар? Бұл керемет қой! Ұшқыш пегастармен бірге жүрем! Еден жалтырап тұр. Понилер құлпырып кетті. Әсем әуен. Бәрі жарқырап керемет болып тұр енді. Билеу керек. Осы кешті көп күтіп едім. Осы кешті көп күтіп едім. Осы кешті көп күтіп едім. Арманыма жеттім. Арманыма жеттім. Арманыма жеттім. Осы кешті көп күтіп едім. Арманыма жеттім. Сәлем. Мен Blue Blood ханзадамын. Мен Реритимін. Мәссаған неткен әдемі гүл. Сіз мына раушанды айттыңыз ба? Рахмет. Маған қатты ұнады. Кішкентай бозторғайым осы жерде сияқты. Ысқырған сіз бе? Иә, ысқырып жүріп жұмыс істеймін. Түсінікті, кешіріңіз. Анау туқан ғой. Мынау өрмекші тәрізді маймыл, ал анау кенгуру. Флаттершай, көп сөйлейді екенсің. Эй, Спитфайр! Жауын бұлтынан екі айналып секіріп көрдің бе? Ал найзағайдан секіріп өттің бе? Бұл керемет! Гала концертке қош келдіңіздер. Кеш жарық. Ханшайым, сізбен уақыт өткізгім келді де. Оны мен де ойладым, Туайлайт. Сәлеметсің бе? Мерекелік кешке Сәлеметсің қош келдің. Сондықтан мен, ханымдар, қош келдіңіздер. Қап. Бүгін ханшайыммен сөйлесем деп босқа үміттенген сияқтымын. Бірінші минутта бірінші саудам жүрген. Ал екінші, төртінші, алтыншы, 60-шы минуттарда сауда жоқ. Қап, арманым орындалмайтын болды. Не істесем екен? Мен үлкен гала концертке келдім бе? Күткенім бұл емес еді. Қап, ханзаданы мұндай деп кім ойлаған? Кеш жарық, келгендеріңіз жақсы болды. жарық. Қош келдіңіздер. Жағдайыңыз қалай? Бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Бұдан түк шықпады. Бәрі басқаша болады деп ойладым. Болмайды. Өмір бойы күткенім. Дәл осы сәт қой. Сондықтан да мен Ойымды жүзеге асырам. ең соңғы ісім болса да, Мен дегеніме жетем. бұл ең керемет кеш болады. Туайлайт дұрыс айтады. Батыл болуым керек. Қорқытып алсам, кешіріңдер, достар. Мен кеттім. Енді шыға беріңдер. Ұстадым. Не болды? Ешкімге зияным жоқ. Дос болсақ деп армандайым. Сіз? Достассақ, достасайық. Қане, Рэмбоу, сені көз келмесе, көзге түсетіндей бірдеңе істе. Оған мүмкіндік бер, Рерити. Шыдамды бол. Сонда ол саған ұнауға тырысады. Рерити Пикеш, тоқтаңыз. Blue Blood ханзада. Неткен ізеттісіз. Тайып жығылсақ ыңғайсыз болады. Иә, сіз дұрыс айтасыз. Оған жамылғыңызды жаба саламыз. Әрине.
Бәрің мұнда келіңдер, понилер, көңіл көтеруді менен үйреніңдер. Бір адым алға жүр, бір адым артқа жүр. Тұрағап топ құрам, танысыңдар барлығың. Понилер биін билеп, қуаныңдар достарым. Көңілді көтерейік. Сол аяқты көтер, досыңмен қайтала. Бикеші болған соң еш қысылмай қимылда. Биімізді үйреніп, басқаларға да көрсет. Көңілден досым-ай. Тұяғыңды көтер, содан соң сермеп қал. Ал енді қайтала, тек киіміңді байқа. Бізбен билесің, бәрін өзіңе қаратасың. Көңілді көтерейік. Алға бір адым, артқа бір адым. Аттап секіріп, биге қосыл достарым. Егер менен көз алмасаң, бәрі жақсы болар. Достармен көңілден. Би-биле айналып, би-биле теңселіп. Ұнарсың бәріне, еңсеңді түсірмесең. Достар билейік, бәріміз көңілді көтеріп. Шыққане! Көңілді көтерейік. Билейік пони биін, билейік пони биін, билейік пони биін, көңілді көтерейік. Бикеш, қателестіңіз, бұл ондай кеш емес. Сонда қандай кеш? Понилерге қызық керек. Екі құймақ беріңізші. Міне алыңыздар, бағасы 4 тиын. Ақыры өзім төлейтін сияқтымын. Төлемей қойыңыз, Рерити, сыйлығым болсын. Рахмет, Эпплджек. Сыпайылықты ұмытпағандар да бар екен. Қамырда қалма, карамелді алма. Қансада басыммен қыстақтың тамағын жеппін. Ас үйге барып, ақ сүйектердің тамағын алайын. Мұны неге жемейтіндерін түсіндім. Өздерінің қымбат тамағына үйренген. Жарайды. Тәттілерімнің керемет екенін дәлелдеймін. Аздап безендірсем болды. Сендерді қайтсем де ұстаймын. Я, кішкентай құс, аю, не маймыл, мына торға жақындаса, қолыма түседі, қолыма түседі. Ой! Кәне, би-билейік. Сауық кеші дедіңдер ме? Сауық кеші болады. Я! Міне керемет, я, міне билеңдер. Билеңдер! Құрметті сарай понилері, сендерге керемет талғанмен әзірленген тәттіні әкелдім. Қане, алыңдар. Көңіл көтеріңдер! Мырза, сіз сияқты әдепсіз ханзаданы көрген емеспін. Ханзадамын деп мақтанудан басқа түк білмейсіз. Қатты жақындамаңыз. Жаңа ғана жуындым. Үстім бұлғанат деп қорқасыз ба? Осындайда көз кетсең! Керемет! Кештің шырқы бұзылды. Қолыма түсерсіңдер! Кету керек. Қаш! Рарити, кебісің түсіп қалды. Енді ханзада сені тауып алады. Таппасын. Ей, Пони Джо, тағы біреуін берш. Тойған шығарсың, а? Тағы біреуін әкел, тәттісін бер. Twilight Sparkle. Сені көрмегелі көп болды. Сәлем, кеш қалай өтті? Керемет болды ма?
Сауық кеші өте жаман өткен сияқты ғой. Дәл солай. Кештің шырқын бұзғанымызға Селестия ханшайым ренжімесе екен. Дәл сондай тамаша думан бұрын соңды болған емес. Селестия ханшайым. Шынымды айтайын, ханшайым, кеш маған мүлде ұнаған жоқ. О, Туайлайт, гала-концерт үнемі осылай нашар өтеді. Солай ма? Сол үшін мен өздеріңді күттім. Бәрінің көңілін көтерер деп үміттендім. Кеш ойдағыдай өткен жоқ, бірақ білесіңдер ғой, достарыңсыз тіптен қызық болмаса, маған сенуіңе болады. Дұрыс айтасыз, ханшайым. Шын достар ең қызықсыз кештің өзінде бірге өткізеді. Я, достармен көңілдірек. Әңгіме айтып, келуге болады. Мен сендерге басынан ақ солай деп едім ғой. Я, Спайк, дұрыс айтыпсың. Ол кеш қалай өтсе де, Ештеңе етпейді, өйткені біз біргеміз. Шын мәнінде бұл Ең керемет кеш болды. 26 бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.